Қайырлы күн, тікелей эфирде Ішкі істер министрлігінің апталық брифингі. Алдымен елдегі криминогендік жағдайға тоқталайық. Бір апта ішінде 2777 қылмыс жасалды. Оның 1809-ы тәулік ішінде ашылды. Полиция қызметкерлері ізін суытпай 7 кісі өлтіруді, 4 өлімге әкеп соққан денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіруді, 1 қарақшылық, 37 тонау және 299 бөтен мүлікті ұрлау қылмыстарын ашты. О криминогенной обстановке в стране. За неделю совершено 2777 преступлений. 1809 из них раскрыто в течение суток. По горячим следам полицейские раскрыли 7 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, 37 грабежей и 299 краж чужого имущества. Рудныйда синтетика жеткізуші ұсталды. Одан 16 граммнан астам альфа-ПВП есірткісі тәркіленді. Күдікті телеграм арнасы арқылы курьер болып жұмысқа орналасқан. Ол зип пакеттерге оралған есірткінің ірі партиясын алып, оларды облыстың бірнеше қалаларына жасырып кеткен. Синтетиканы өткізу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Барлық қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Жыл басынан бері Қостанай облысында полицейлер жеңіл ақша табудың жарнамасы бар 120-дан астам сілтемені бұғаттады. 10 есірткі жасырушыны ұстады. В Рудном задержан закладчик, у которого изъято более 16 граммов синтетики альфа-ПВП. Подозреваемый устроился курьером через телеграм-канал. Он получил крупную партию наркотиков, расфасованную по зип-пакетикам, и закладывал их в нескольких городах Костанайской области. Возбуждено уголовное дело по факту сбыта синтетики. Проводятся все необходимые следственные действия. С начала года в Костанайской области полицейскими уже заблокировано более 120 ссылок с рекламой заработка легких денег. Задержано 10 закладчиков. Брифингті жалғастырамыз. Тосқауыл акциясының қорытындысымен Ішкі істер министрлігі есірткіге қарсы іс-қимыл департаменті бастығының орынбасары Бақытжан Әмірханов. Қайырлы күн, сөз өзіңізде. Қайырлы күн. Ішкі істер органдарымен ел аумағында 5-9 ақпан аралығында тосқауыл жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Оның мақсаты нашақорлықтың алдын алу бойынша шаралардың тиімділігін арттыру және есірткі құқық бұзушылықтарын анықтау. Халықпен кең ауқымды профилактикалық жұмыс жүргізілді. Әсіресе жоғары сынып оқушылары мен студенттер жастарға баса назар аударылды. Есірткіге қарсы іс-шараларда ішкі істер органдарының және ұлттық ұланның жеке құрамы, әкімдіктердің қызметкерлері, денсаулық сақтау және білім беру салаларының өкілдері, жастар саясатының жетекшілері, үкіметтік емес сектор және еріктілер жұмылдырылды. Полицияның бастамасы бойынша халықпен кездесулер, оқу мекемелерінде 356 дәріс, 18 акция, 10 дөңгелек үстел және нарколог дәрігерлерді, тәжірибелі ұстаздар мен психологтарды, сондай-ақ азаматтық қоғам өкілдерін шақырумен 55 кездесу өткізілді. Барлығы 538 әртүрлі профилактикалық, оның ішінде 12 спорттық бұқаралық іс-шара, 87 турнир және флешмоб өткізілді. Есірткі құралдарының граффити жарнамасын жоюға волонтерлық қозғалыс өкілдері полицияға едәуір үлес қосты. Есірткінің заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл қамтамасыз етілді. Тосқауыл операциясы кезінде 4 есірткі зертханасы жойылды. Полицейлер 13 кг мефедрон синтетикалық препаратын, сондай-ақ оларды өндіруге арналған реакторлар мен түрлі жабдықтарды тәркіледі. Сондай-ақ елдің ең ірі мегаполисінде полиция қызметкерлері мен Мерседес автокөлігі тоқтатылып, оны тексеру кезінде жалпы салмағы 3,7 кг альфа-ПВП синтетикалық есірткісі салынған 10 полиэтилен пакеті табылды. Атырау облысында интернет дүкенге курьер болып жұмысқа орналасқан синтетикалық психотроптық заттарды жасырушы ұсталды. Оның жалдамалы пәтерінен тінту барысында салмағы 1,5 кг альфа-ПВП және мефедрон есірткі заттары тәркіленді. Шымкентте полиция қызметкерлері елдің бірқатар ірі қалаларында синтетикалық есірткіні көтерме саудамен айналысқан өңірлік есірткі курьерін ұстады. Алматыдағы жалдамалы пәтерді тінту барысында күдіктіден жалпы салмағы 1,5 кг болатын амфетамин, ЛСД және экстази есірткі заттары тәркіленді. Солтүстік Қазақстан облысында учаскелік полиция инспекторы арнайы бөлініс жауынгерлерін және криминалдық полиция қызметкерлерінің қатысуымен жергілікті тұрғынды одан 8,5 кг марихуана есірткі заты тәркіленді. Тосқауыл операциясының шеңберінде көші-қон полициясының қызметкерлерімен бірлесіп күн сайын шетелдік азаматтар және олардың тұратын жерлеріне тексерістер жүргізілді. Операция басынан бері көші-қон заңнамасын бұзудың 1321 дерегі анықталды. 218
құқық бұзушы елдің сыртына шығарылды. Қызметтік іздестіру иттерін қолданумен көліктік сала объектілеріне, автокөлік құралдарына, багажға, пошталық бөлімшелерге және басқа да объектілерге тексеру жүргізіледі. Олардың көмегімен 33 есірткі қылмысы ашылды. Қару-жарақты заңсыз сақтаудың 31 фактісі анықталды. Операцияның қорытындысы бойынша барлығы 258 құқық бұзушылықтың жолы кесілді. Олардың ішінде 58 есірткі өткізу, аса ірі көлемде сақтау 40 фактісі және есірткі контрабандасының 7 фактісі анықталды. Заңсыз айналымнан 144 килограммға жуық әртүрлі есірткі заттары, оның ішінде 30 килограмм синтетика, 110 килограмм марихуана, 3 килограмм гашиш және 800 грамм трамадол тәркіленді. Ішкі істер министрлігімен осы бағыттағы жұмыс жалғасуда. Органами внутренних дел на территории страны с 5 по 9 февраля проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Заслон». Основная цель мероприятия – повышение эффективности принимаемых мер по профилактике наркомании и выявлению наркоправонарушений. В масштабе республики организована профилактическая праворазъяснительная работа с населением, в особенности среди старшеклассников и студенческой молодежи. В антинаркотические мероприятия максимально задействованы личный состав органов внутренних дел и Национальной гвардии, сотрудники акиматов, представители сферы здравоохранения и образования, лидеры молодежной политики, неправительственный сектор и волонтеры. По инициативе полиции повсеместно проведены встречи с населением и в учебных заведениях организованы 356 лекций, 18 акций, 10 круглых столов и 55 встреч с приглашением врачей-наркологов, опытных педагогов и психологов, а также представителей гражданского сообщества. Всего проведено 538 различных профилактических мероприятий, в том числе 12 спортивно-массовых, 87 турниров и флешмобов. Весомый вклад в удаление граффити рекламы и наркотических средств внесли представители волонтерского движения. Обеспечено противодействие незаконному обороту наркотиков. За период операции «Заслон» ликвидировано 4 нарколаборатории. Так, в одном из частных домов города Алматы ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков. Полицейскими изъято 13 килограмм синтетического наркотика мефедрон, а также реакторы и различное оборудование для их производства. Также в самом крупном мегаполисе страны сотрудниками полиции была остановлена автомашина марки «Мерседес», при досмотре которой обнаружены 10 полиэтиленовых пакета общим весом 3,7 килограмма синтетического наркотика альфа-ПВП, так называемая скорость. В Атырауской области задержаны закладчики психотропных веществ, которые устроились курьерами интернет-магазина. При обыске съемной квартиры у закладчиков изъяты наркотические вещества альфа-ПВП и мефедрон общим весом 1,5 килограмма. В Шымкенте сотрудниками полиции задержан региональный наркокурьер, который занимался оптовой реализацией синтетических наркотиков в ряде крупных городов страны. В ходе обыска съемной квартиры в городе Алматы у подозреваемой изъято наркотические вещества амфетамин, ЛСД, экстази общим весом 1,5 килограмма. В Северо-Казахстанской области участковым инспектором полиции при поддержке бойцов спецподразделения во взаимодействии криминальной полиции задержан местный житель, у которого изъято 8,5 килограмма наркотического средства марихуана. В рамках операции «Заслон» совместно с сотрудниками миграционной службы ежедневно проводились проверки иностранных граждан и мест их проживания. С начала операции выявлено 1321 нарушения миграционного законодательства, выдворено за пределы страны 218 нарушителей. С применением служебно-розыскных собак проводятся проверки и досмотр объектов транспортной сферы, автотранспортных средств, багажа, почтовых отделений и других объектов. С их помощью раскрыто 33 наркопреступлений. Выявлен 31 факт незаконного хранения оружия. Всего по итогам операции «Заслон» пресечено 258 уголовных правонарушений, из которых 58 фактов сбыта наркотиков, 40 хранения в особо крупном размере и 7 фактов контрабанды наркотиков. Из незаконного оборота изъято порядка 144 килограмм различных наркотических средств, в том числе 30 килограмм синтетики, 110 килограмм марихуаны, 3 килограмма гашиша и 800 грамм трамадола. Министерством внутренних дел работа в данном направлении продолжается. Рахмет. Вопрос от журналиста Сарбаз КЗ Ануар Маратов. Почему не афишируется гражданство иностранцев, задержанных по обвинению в изготовлении наркотиков? Спасибо за вопрос, часто задаваемый.
Здесь в интересах следствия и установления дополнительных каналов мы на первоначальном этапе освещения не даем информацию. У нас любое освещение в СМИ дается 2 раза. Первый раз на этапе задержания, когда мы полные данные не освещаем. И на стадии уже судебного разбирательства, когда уже вступает в силу, тогда можем огласить, откуда прибыл, как прибыл. Рахмет. Осымен брифингіміз өз мәресіне. Құрметті көрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз, тек келесі кездескенше аман сау болыңыздар дейміз.